Армысыздар, баршаларыңызға сәлем. Бүгін осындай керемет плюшка тәтті тоқашының рецептімен бөліскім келеді. Өте жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қажетті ингредиенттерді астына жазып көрсетіп кеттім. Алдыменен қамырын жасап алуымыз қажет. Ол үшін жылы суымызды алып, оның үстіне қантымызды қосамыз. Тұзымызды қосамыз. Ашытқымызды қосамыз. Ашытқы мен юван түрін қолдандым. Сіздер өздеріңіз күнделікті өмірде қандай қолданасыздар, соны қолдансаңыздар болады. Үстіне бір жұмыртқа жарамыз. Және де сұйық майымызды құямыз. Жақсылап тұрып араластырамыз дағы. Үстіне ұнымызды бөлшектеп, бөліктерге бөліп, жақсылап тұрып жұп-жұмсақ етіп, қолға жабыспайтындай етіп, қамыр илейміз. Мен астына 400 немесе 500 граммдай шамамен ұн кетеді деп жаздым. Себебі әр ұнның сапасы әртүрлі болады. Бастысы қатты ұнды көп қосып, қамырды қатты қылдырып тастамаңыздар. Қамыр жұп-жұмсақ болуы тиіс тұғын. Қатты қолға жабыса беретін болса, азғандай мөлшерде қолдарыңызға сұйық майды алып, жағып жіберсеңіздер, жабысуын қояды. Кейін ыдысқа қойып, жарты сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Менің ыдысым кішкентай болғандықтан мен оны басқа ыдысқа салдым. Менің қамырым көтерілді. Осындай көлемі жағынан 2 еселеніп көтеріледі. Кейін осылай қамырды алып, қазір бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. Бөліктерге бөлген кезде сіздердің болашақ тоқаштарыңыз қандай размерде, яғни қандай көлемде болғандығын қалайсыздар, соған байланысты бөлулеріңізге болады. Мен жалпы тоқаштардың ірілеу болғанын, яғни үлкендеу болғандығын қалаймын, сол себепті үлкендеу етіп жасаймын. Сіздер ұсақ етіп жасауларыңызға да болады. Осылайынан бөлшектерге бөліп, жайып аласыздар. Яғни осы бір жайғаннан менде бір тоқаш шығады. Ұн қосып отырыңыздар, егер де жабысатын болса. Енді крем ол бізде ерітілген сары май және қант. Енді осы оқтауменен илеп, яғни ысып дайындап алған тоқашымыздың үстін сары майменен алдымен жағасыздар. Сары маймен 72%. Кейін оның үстіне қант себесіздер. Оны рулет етіп орайсыздар. Бір-біріне қайыстырасыздар дағы. Астыңғы жағын осылайынан бөлесіздер. Сонда сіздерде мынандай плюшка болып шығады. Мен қазір тағы да көрсетемін. Алдыменен кішкентай бөлігін алып алып, оны жаясыздар. Тағы да қайталаймын, бөлігін сіздер қандай размерде қалайсыздар, соған байланысты. Сары май жағамыз. Оның үстіне қант себеміз. Рулет етіп орап, бір-біріне бүктеп, ортасынан бөлесіздер. Осында плюшка шығады. Дайын тоқаштардың үстін жұмыртқаның сарысымен жағамыздағы қызып тұрған пешке 180 градусқа 25-30 минутқа қойып қоямыз. Міне дайын болып пісті. Осындай әдемі, жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызды қуантып, ыстық шайменен ішіп алсаңыздар болады. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Мен мына жерде қандай жұп-жұмсақ болғандығын көрсетіп тұрмын. Үзіліп, күшті болып пісіпті.